Сәлем достар, бүгін сіздерге ерекше жанрдағы Корея елінің Пустоши деген киносына қысқаша шолу жасаймын. Кино жайлы білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Және өтініш, каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсете отырыңыздар. Бір зертханада адамдардың мәйіттері, оның үстінде кесірткелер қаптап жүреді. Ол жерде тек бір адам ғана тірі жүреді. Ол Сайонг деген қызын тірілгісі келіп укол берейін деп жатқанда, ол жерге полиция келіп қалады. Сол кезде кенеттен жер сілкінісі басталып кетеді. Терезеден қарағанда бүкіл көп қабатты үйлер быт-шыт болып қирап, құлап жатады. Бір кезде әлгі адамдар тұрған үйде құлап түседі. Солай бүтін бір қала жойылып кеткен екен. Үйіндінің арасында екі адам анаулап жүріп қолтырауынды ұстап алады. Ол жерде Суна деген қыз бен әжесі де аман қалыпты. Жаңбыр болмағасын оларда су тапшылығы болып жатыр екен. Барлығы жаман суды сүзгіден өткізіп қолданып жүреді. Қолтырауынды өлтірген екі адам басқа адамдарға етін таратып беріп жатады. Ет алу үшін оларға басқа адамдар өздерінің бір заттарын береді екен. Бір әйел алтын әкелгенде олар оны бәрібір жарата алмаймыз. Жер сілкінісінен бері 3 жыл өтті. Дым өзгерген жоқ деп оған еттің орнына жыланды бере салады. Олар Суна мен әжесін таниды екен. Суна еттің орнына Намсан дегенге сурет сыйлайды. Бұл жерді олар автобусты квартал деп атайды екен. Сол жерге полициялық участоктанбыз деп біреулер келіп бір адамды іздеп жүргендерін айтады. Олар суреттегі адамға ұқсайтын бірнеше адамды алып кеткілері келеді. Бір кезде олар Сунаға тиіскісі келіп еді. Джеван деген жігіт оны қорғағысы келіп оларға қарсы шығады. Намсан да оған көмекке келіп барлығын жайратып салады. Сосын енді оларға бұл жерге аяқ баспауларын сұрайды. Кейін екеуі үйлеріне бара жатқанда Сунаға келіп тұрған бір адамдарды көреді. Ол бір мұғалім екен. Олар Суна 18 жаста ғана болғасын әжесі екеуін өздерімен бірге алып кетіп қамқор болғылары келетіндерін айтады. Олар оған келісіп кетерде Суна Джеванға да суретін сыйлайды. Әлгі жігіт болса мәз болып қалады, себебі Сунаға ғашық екен. Сөйтіп олар Суна мен әжесін тағы да басқа адамдарды алып жолға шығады. Сол кезде Суна өзімен жасты бір қызбен танысады. Жолда Сунаның әжесі шаршап, аяғы ауырғасын. Олар соны және тағы да бір қарт адамды медпунктқа жіберетін болып шешеді. Сөйтіп Суна мен басқалары кішкене жүргеннен кейін алдарынан көлік күтіп тұр екен. Суна бірдеңеден күдіктенгендей болады. Шынымен де олар Сунаның әжесі мен қарт атаны медпунктқа емес, айдалаға әкеліп тастап атаны бір шұңқырға тастап жібереді. Әжеге деп пышақ тығып жатқанда Джеван оларды көріп қалады. Намсан да келіп олармен біраз алысып өлтіріп тастайды. Бірақ олар қайтадан тұрып, тым болмағандай оларға қайтадан шабуылдайды. Қанша құласа да, жараланса да оларға дым болмайды. Тіпті біреуі қақпанға түссе де аяғын кесе салады да Джеванға қарай ұмтылады. Оны тағы бір қыз келіп құтқарып қалады. Сөйтсе әлгілердің басын шапса ғана өледі екен. Солай олардан құтылып Сунаның әжесін жерлеп келе жатқанда әлгі қыз өзінің Лин Хо екенін, әуе күштерінде сержант болып қызмет атқарғанын, жер сілкінісі кезінде тек бір үй ғана құламай барлығы бірігіп сол үйді қалпына келтіргендерін айтады. Бір күні оларға Ямгесу деген адам келіпті. Ол киноның басында көрсеткен дәрігер екен. Ол адамдарға тәжірибе жасап өлмейтін укол жасапты. Өзі де сол укол арқылы жер сілкінісінен аман қалған екен. Сержант оны білгеннен кейін оған қарсы шығып сол жерден қашып кетіпті. Сөйтіп ол Намсаннан басқа адамдарды құтқаруға көмек сұрауға келіпті. Суна мен басқа адамдарды сол көп қабатты үйге алып келеді. Оларды қарсы алуға дәрігер Ямгесу шығады. Ол өзінше оларға қамқор болатынын айтады. Олар солай жас балаларды
алып келіп оларға тәжірибе жасайды екен. Оны естіп, Намсан оларды құтқару амалын ұйымдастырады. Сөйтіп, ол алдындағы бандиттарға келіп, Тигр деген адамды тауып алады. Екеуінің бірақ бұрыннан бір-біріне өштері қалған секілді. Тигр басқаларына оны өлтірсін деп бұйрық береді. Солай үшеуіне бәлен адам жабылып, олар сонда да барлығын жеңіп тастайды. Суна мен басқа оқушыларды отбасыларынан бөлек 8-ші қабатқа тұруға жібереді. Ата-аналарын болса таза су алу үшін күні бойы жұмысқа салып қояды екен. Тигр деген адам таза су алу үшін оларға зерттеулеріне адамдар апарып отыратынын айтады. Мұғалім Суна мен Ли Чуйоны сыныпқа әкеліп басқа оқушылармен таныстырады. Суна барлық оқушылардың мойындарынан бір жараны байқайды. Бір кезде дәрігер Янгесу келіп, мен сендерге жақсы жағдай жасап отырмын. Таратқан суымыз бен тамағымызды түк қалдырмай жеп отырыңдар деп сөз сөйлейді. Сосын олар Ли Чуйонын көнгіштігін көріп, тәжірибеде көмектесуге ұсыныс білдіреді. Суна болса олардан әжесімен көрісуін сұрайды. Мұғалім оған әжесінің қатты ауырып жатқанын, 2-3 күн емделу керегін айтып алдай салады. Суна сонда да күдіктеніп олар берген суды ішпей қояды. Солай ол түнде қашпақшы болып сыртқа шығады. Ли Чуйонын ата-анасы қыздарымен көрісе алмай шу шығарып жатады. Дәрігер келіп оларды өзінің зертханасына алып келеді. Суна да сол зертханаға келіп Чуйонын жатқанын көріп қалады. Сол кезде дәрігер мен Чуйонын ата-анасы келіп қалады. Дәрігер оларға өзінің қызының жарты денесі болса да, жүрегінің соғып тұрғанын көрсетіп, мен осы балалар арқылы адамдарды мәңгі өмір сүретіндей етіп жасап аламын дейді. Олар қорқып, қыздарын оятқылары келгенде Чуйода судырги болып, солай ол өліп қалады. Дәрігер ашуланып Чуйонын ата-анасын да өлтіріп тастайды. Оның барлығын Суна көріп өзін әзер ұстап отырады. Бірақ дәрігер оны сонда да байқап қалады. Сосын Чуйо секілді оны да тәжірибе жасауға жатқызып қояды. Сөйтсе ол оларға су беріп, оларды тазартып, ұйқы безінен өзінің зерттеулері үшін керектісін алады екен. Кейін сол үйге Намсан Тигрді алып келеді. Солдаттар олардан күмәнданып көлікті тексере бастайды. Сол кезде Намсан көлікпен барлығын басып өтіп сол үйге кіреді. Үйдің ішінде де солдаттар өте көп екен. Олар бір-бірімен атыса жөнеледі. Сосын сержант түрмеге кіріп өзінің адамдарын босатқысы келгенде, олардың адамға ұқсамайтын құбыжық секілді болып кеткендерін байқайды. Олар жан-жақтан қаншама жабылса да Намсандар оларды өлтіріп тастайды. Сол кезде дәрігер оларға бәрібір ештеңе істей алмайтындарын, оларға өз еріктерімен кетуге бір мүмкіндік беретінін айтады. Намсан болса Сунаны алып бірақ кететінін айтады. Сосын сержант пен Джеванды Сунаны тауып алуға жіберіп, өзі жалғыз солдаттарға қарсы шығады. Сержант Инхо өзі дәрігерді қорғайтын сержантпен жалғыз қалады. Ол сержант та мықты екен. Инхоны жеңіп тастап далаға лақтырып жібереді. Сосын зертханаға бара жатқан Джеванды көріп қалады. Намсан да сол жерге келіп қалады. Дәрігер өзіне Сунадан алған сынамасы бойынша уколды егеді. Бірақ ол өзін жақсы сезінудің орнына жайсыз сезініп, бойнында шығып жатқан бір денені байқайды. Суна есін жиып оған ешқандай да суды ішпегенін айтады. Сол кезде ішке Джеван да келіп қалады. Оның артынан бір солдат келіп оған кедергі болып қалады. Намсан мен сержант Кун болса әлі де бір-бірімен төбелесіп жатады. Сержант қаншама мықты болғанымен Намсан оның басын жұлып алып терезеден лақтырып жібереді. Дәрігер болса қызының денесін алып қашып бара жатқанда алдынан Намсан келіп қалады. Дәрігер оларға жарылғыш затты лақтырып жіберіп өзі қашып кетеді. Қуанышқа орай Намсан аман болып Джеван мен Сунаны да тауып алады.
Дәрігер сыртқа шыққанда оған басқа адамдар не болып жатқанын түсіндіруін сұрап, барлығы жабылып оны тепкілей бастайды. Бір кезде сержант Инхо да есін жияды. Дәрігер Янгесу атып тұрып барлығын ата бастайды. Бір кезде қараса қызының денесі тұрған чемоданға да оқ тиген екен. Чемоданды ашып қарағанда оның жүрек соғысы тоқтап қалыпты. Янгесу да өзін жайсыз сезініп, түрі барлығы қорқынышты өзгеріске ене бастайды. Суна оған сен ешкімді, тіпті өз қызыңды да құтқара алмадың, тоқтат барлығын дейді. Янгесу ашуланып оларды да атып тастамақшы болғанда, намсан оның өзін атып тастайды. Ақыры солай ол көзін жұмады. Сол кезде барлығын қуантып жаңбыр да жауады. Суна әжесінің басына барып, кейін қайтадан бұрынғы тұрған жерлеріне барады. Олар бұрынғыдай адамдарға ет таратып өмір сүріп жатады. Солай кино да аяқталады. Келесі кино шолуымызға дейін қош сау болыңыздар.